Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. And today we are going to learn the most important part of English language. Yeah, it's grammar. We are going to start English basic grammar courses for beginners. And there are 9 sections for this lesson, like new words for grammar explanations. And you also will have some opportunities to learn how to make positive and negative sentences in English, and also some important part of English grammar like be verb and subject, pronouns, and so on. So let's start our lesson. Баршаңызға сәлем, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл мұғалімдарыңыз Тұнық. Бүгін біз ағылшын тіліндегі өте маңызды тақырыпты бастаймыз. Ағылшын тілінің негізінің біреуі ол грамматика. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тілінің бастапқы деңгейдегі ең маңызды грамматикасын үйренеміз. Міндет түрде дәптерлеріңізді, қаламдарыңызды алып, дайын отырыңыздар. Және соңында сіздерде үй тапсырма болады. Міндет түрде тапсыруды ұмытпаңыздар. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Экранға назар салып қарап отырыңыздар. Экранда бірінші көрсетіліп тұрған біздегі жаңа сөздер. Бұл жаңа сөздер негізі жаттаудың қажет жоқ, тек қана білсеңіздер болды. Өйткені сәлден соң артында грамматиканы түсіндірген кезде осы сөздердің бәрін қолданамыз. Сондықтан міндет түрде танып біліп алыңыздар қандай мағына екенін. Бірінші сөз біздегі student. Student деген сөз бізде студент деген сөз, қазақ тілінде студент. Өте оқсайды, оқылуы student. Student. Үш рет оқимын, қайталаңыздар. Student. 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 Ал келесі біздегі teacher. 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 Өткен ана нүкте жаңағы T-I-дің артында тұр, сондықтан I-ді кішкене созылын қоймыз. Teacher. Teacher. Оның мағынасы мұғалім. Келесі book. Қысқа. Book. 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 Кітап. Келесі students. Бұл students деген студенттің жаңағы көпше түрі. Ал негізі зат есімнің жекеше түрінен көпше түріне өзгеру жайлы кейінгі сабақта түсіндіретін боламын. Ал қазір тек қана біліп алсаңыздар болды. Student деген сөздің көпше түрі students. 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 Келесі teachers. Teachers. Бұл мұғалім деген сөздің көпше түрі. Негізі іздеп оқылып тұр соңында. Teachers. 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 Ал келесі кітап деген сөздің көпше түрі. Books. 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 Келесі сөз бізде positive sentence деп оқылады. Positive sentence деген сөз қазақшалап айтқан кезде оң сөйлем. Оң сөйлем. Нақты сөйлем болмаса оң сөйлем. Positive sentence. Ал келесі сөз бізде negative sentence. Келесі бізде negative sentence, ол теріс сөйлем. Теріс сөйлем. Ал келесі біздегі sentence. 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 Sentence деген сөздің мағынасы жай ғана сөйлем. Сөйлем. Sentence. Келесі жаңа сөз бізде question. 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 Бұның мағынасы сұрақ. Келесі жаңа сөз бізде answer. 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 Мағынасы жауап, сұрақ және жауап. Келесі short answer. Short answer. Қысқаша жауап. Short answer. Келесі present. Present деген қазір деген мағынаны білдіреді. Тура қазіргі уақытты білдіреді. Present. Келесі verb. Verb. Verb деген сөз етістік деген сөз. Іс-әрекетті білдіртеді, етістік. Verb. 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 Келесі subject. Subject бұл қазақшалап айтқан кезде бастауыш жағы мен, сен, ол деген сияқты бір сөйлемнің бастауышы. Subject. Келесі сөз pronoun.
Pronoun. Pronoun деген сөз есімдік. Есімдік. Келесі бізде full form. Full form. Full form. Full form деген сөз толық формасы. Бір сөйлемнің толық формасы. Келесі contraction form. Contraction form. Contraction form. Бұл қысқартырылған формасы. Келесі singular. Бұл өте жиі кездеседі. Танып алыңыздар, жиі кездесетін сөз. Singular. Singular мағынасы жекеше. Жекеше. Болмаса plural. 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 Оның мағынасы көпше. Көпше. Ал енді бастан бір оқып шығамыз. Және бір мұқият қарап алыңыздар. Student. Teacher. Book. Students. Teachers. Books. Positive sentence. Negative sentence. Sentence. Question. Answer. Short answer. Present. Verb. Subject. Pronoun. Full form. Contraction form. Singular. Plural. Ал енді ары қарай кеттік. Грамматиканың бірінші бөлігі бізде бастауыш есімдік. Subject pronouns. Осы экранда көрсетіп тұрғандай, бізде есімдік болмаса бастауыш негізі үш түрге бөлеміз. Бірінші сарымен белгілеп тұрған олар бірінші жақ. Мысалы, I, ол бірінші жақ жекеше тұр. I. Ал we деген бірінші жақтың көпше түрі. We. Алдында үйреніп кеткенбіз, жай ғана бір оқып шықсақ болды. Ал екінші көппен белгілеп тұрған ол екінші жақ. Екінші жақтың да жекеше түрі және көпше түрі. Ол бәрібір you болады. Ал келесі қызылмен белгілеген ол үшінші жақ. Жоғар жағында he, she, it деп тұрған үшінші жақтың жекеше түрі. Үшінші жақ жекеше түрі. Ал төмен жағындағы they деп тұрған ол үшінші жақтың көпше түрі болып есептелінеді. Ал жоғар жақта he, she-ді жақсы білесіздер. It деген сөздің мағынасы ол да ол. Ал бұл ол көп жағдайда заттарға, болмаса жануарларға келеді. Ал he ер адамдарға келеді, she әйел адамдарға келеді, ал it жануарларға, болмаса заттарға келеді. Мұқият жаттап алыңыздар, дыбысталу оңай. It, it, it. Ал келесі мазмұн, бұл ағылшынша түсіндірмесі, мен бір-бірде оқып шығам, сосын қазақшалап сіздерге аударып түсіндіретін болам. Subject pronouns деген сол бастауыш есімдіктер. Бірінші, always use a subject pronoun with a verb. Біз бастаушыны үнемі жиі бір етістікпен қолданамыз. Мына ең соңында тұрған et деген сөз мысалы деген сөз. Астында мысалы бір сөз жазылып тұр. It's a book. Not деген сөз болмайды жазуға. Is a book. Міндет түрде бастауыш it болу керек. It is a book деп анықтап жазуымыз керек. Is a book десе қате болады сөйлем. Келесі мысалы көпше түріндегі мысал. They are teachers. Міндет түрде they болу керек. Егер they жоқ, жай ғана are teachers десеңіз, бұл сөздің мән мағынасы жоқ. Ал келесі always use capital I. Алдында айтып кеттік, бірінші жақтың жекеше түрі жаңағы I, мен деген мағынаны білдірген кезде, ол сөздің басына келсін, болмаса ортасына келсін, міндет түрде үлкен әріппен жазылады. Мысалы, he is Mike and I am Nicole. Негіз I сөздің ортасына келіп тұр, бірақ бұл жерде үлкен әріппен жазылып тұр. Оны мысалы I am Nicole деп оң жақтағыдай жазуымызға болмайды кішкене әріппен. Ал келесі with other pronouns only use a capital letter when it's the first word in a sentence. Ал қалған есімдіктерді қолданған кезде, ол тек қана сөздің басына келген кезде үлкен әріппен жазамыз. Ал қалған жағдайларда тек қана кішкене әріппен жазамыз. Ал төртіншісі, you деген сөзді алдында ерекше айтып кеттім, ол singular да болады, plural да болады. Ол жекеше мағынаны білдіреді, көпше мағынаны білдіреді. Жекеше болған кезде екінші жақ жекеше түрі сен, болмаса сіз. Ал plural болған кезде екінші жақтың көпше түрі сендер, болмаса сіздер деген мағынаны білдіреді. Ал бесіншісінде use he for a man, she for a woman and it for a thing. He-ді ер адамдарға қолданамыз. Man деген ер адам. She-ді әйел адамдарға қолданамыз. Woman. Ал it-ні зат болмаса жануарға қолданамыз. Thing.
Ал алтыншысы use they for people and things. Ал they олар дегенді адамдарға да, жануарларға да, заттарға да бәріне келе береді. Олар деген кезде бәрінікі they болады. Ал енді бізде келесі мазмұн бұл be етістік. Ағылшын тілінде be verb деп айтады. Бұл өте маңызды тақырып. Дәптерлеріңізбен қаламдарыңызды алып жазып алыңыздар. Бұл ағылшын тіліндегі өте маңызды грамматиканың бір бөлігі. Қазір біріншіден бастап оқимын. Present tense. Present tense деген сөз қазіргі шақ деген сөз. Осы қазіргі шақ. Verb be. Verb be'дің қазіргі шақ түрін қараңыздар. Бұны be етістік деп айтамыз. Be етістік қазақ тілінде жоқ. Бұл тек қана ағылшын тілінде бар. Бұл ағылшын тілінің бір ерекшелігі. Be етістік. Бұның мағынасы жоқ. Көмекші етістік сияқты ролын атқарады, бірақ бұның аты be етістік. Be етістіктен ағылшын тілінде үшеу бар. Біріншісі am. Екіншісі is. Келесі are. Сонда am, is, are. Ал келесіне қарайық. Am кіммен жүреді? Ол тек қана бірінші жақ жеке түрі I мен жүреді. Мысалы, мен Николмын деп айтпақшы болсам, мен міндетті түрде айтам I am Nicole деп. Мысалы, мен I is болмаса I are деп айтуыма болмайды. Осы жерде мықтылап жаттап алыңыздар. Am тек қана I мен жүреді. Келесі is. Is тек қана үшінші жақ жекеше түрі, болмаса жекеше формада тұрған сөздермен келеді. Мысалы, he, she, it үшінші жақ жекеше түрі, бұлар тек қана is мен жүреді. Сіз мысалы it are деп қолдануыңызға болмайды. Міндет түрде he is, she is, it is болу керек. Болмаса жекеше түрінде. Мысалы, менің анам my mother артында is болу керек. Ал келесі біздегі are. Are деген ағылшын тілінде жаңағы екінші жақтың жекеше түрі, көпше түрі болмаса, бірінші жақтың көпше түрі, үшінші жақтың көпше түрі болмаса, жалпы көпше түрмен жүреді. Мысалы, you are бірінші you екінші жақтың жекеше түрі. Екінші you екінші жақтың көпше түрі. Ол кезде де are болады. Ал бірінші жақтың көпше түрінде we are. Үшінші жақтың көпше түрінде де they are. Ал көпше түрінде, мысалы, көпше түрінде студенттер, students are болу керек бұл жерде. Students is десеңіз, бұл сөйлеміңіз қате болады. Ал келесі бізде оң сөйлемдер. Ағылшын тілінде бұны positive sentences деп айтамыз. Қарап отырыңыздар. Біріншісі I am Nicole. I am мен бірге жүр. Мен Николмын, мен кіммін деп айтқан кезде міндет түрде am is are-ды бастаушының артына қосып айтасыз. Ал келесі you are a teacher. Сен бір мұғалымсың. Сен бір мұғалымсың деп айтқан кезде де міндет түрде you are. Мысалы, you teacher болмаса you a teacher деп айтуыма болмайды. Міндет түрде you are a teacher. Келесі he is a student. Мен he a student деп қолдануыма болмайды. Міндет түрде he-дің артында is жүру керек. He is a student. Келесі she is a teacher. It is a book. Мысалы, бұл жерде book деген зат болғандықтан бастауыш бізде it болып тұр. Және ол book бұл жерде жекеше түрінде тұр. Сондықтан it. It is a book. Ал келесі we are students. Біз оқушылармыз. Өйткені оқушылар деген көпше түрінде тұр. Сондықтан бізде are болу керек. Бастауыш бізде біз деп тұр, сондықтан міндет түрде көпше түрін қолданамыз. Ал келесі you are teachers. Бұл жерде teachers дегенде көпше түрі, сондықтан are мен қолданамыз. Және бұл сендер деген мағынаны білдіріп тұрғандықтан you are болады. Ең соңғысы олар кітаптар. They are books. Өйткені кітаптар көпше түрінде тұр, міндет түрде are, және бастауыштың мағынасы олар. Сондықтан they. They are books. Сіздер ағылшын тіл үйрену барысында мен айта кетейін деген тек қана сөзді жаттамаңыздар, грамматика бойынша жаттауды үйреніңіздер. Грамматиканы дұрыс меңгерсеңіздер, болашақта өз еркілеріңізбен ағылшын сөздерді құрастыратын боласыздар. Және бұны қайталап бір оқып шығам, бірге қайталап оқыңыздар. I am Nicole. I am Nicole.
You are a teacher. You are a teacher. He is a student. He is a student. She is a teacher. She is a teacher. It is a book. It is a book. We are students. We are students. You are teachers. You are teachers. They are books. They are books. Бұл жерде мен айта кетейін дегем, сөздің басына келген кезде міндетті түрде үлкен әріппен жазасыздар. Және ағылшын тіліндегі соңғы үтір ол жай ғана бір точка, ол жай ғана бір точка болады. Міндетті түрде қоюды ұмытпаңыздар, егер де бір толық сөйлем болған жағдайда. Ал келесі бізде көрсетіліп тұрған ең жоғары жағында positive form, мына қосу белгі, жаңғы оң сөйлемнің белгісі. Оң сөйлемді біз қосу белгімен белгілейміз. Ал бұл экранда көрсетіп тұрған таблицаның сол жағындағы full form деген бұның толық жазылған формасы. Ал оң жағында contraction form деген сөз қысқартылып жазылған формасы. Мысал ретінде сол жағында I am Nicole дегендегі I am-ны біз I am деп оң жақтағыдай қысқартуымызға болады. I деген үтір, содан соң am. Ал you are a teacher дегенді қысқартылғанда You are үтір, сосын RE болу керек. A teacher өзгермейді. Келесі he is a student. He is деген сөзді қысқартқанда he is a student. He is деген сияқты естіледі. Келесі she is a teacher қысқартылғанда үтір S. She is a teacher. It is a book. It's a book. Келесі we are students қысқартылғанда үтір RE. You are teachers қысқартылғанда you-дан кейін үтір RE. They are болғанда they are books. Олар кітаптар. Міндетті түрде мұқият жаттап алыңыздар. Өмірде көп жағдайда қысқартылған форманы қолданамыз. Сондықтан жаттап алыңыздар. Ал келесі бетте біздегі кішкене грамматика жайлы түсіндіріп отыр. Contractions деген жаңа айттық, ол қысқартылған сөздердің, ол қысқартылу деген мағынаны білдіреді. Мысалы біріншісінде in contractions is a missing letter like am, I am. Ол не деген сөз? Қысқартылған сөздің ішінде үтір жаңағы алынып тастаған сөздің белгісі. Мысалы ed деген мысалы үтір am деген am деген сөз. Екіншісі we use contractions in conversation and in informal writing. Не деген сөз? Мысалы ретінде an email to a friend. Бұл сөздің айтпақшы болғаны, біз қысқартылған сөзді көп жағдайда әдетте сөйлеген кезде, және формальный емес хаттарда жаңғы қысқартылған түрін жазамыз. Мысал ретінде, бір жақын досыңа жіберетін жаңғы біздегі почта жіберген кезде, хат жіберген кезде, жаңғы жақын достарыңызға, жақын таныстарыңызға жаңғы хат жазған кезде, осындай қысқартылған формамен жазуға болады. Ал келесі біздегі теріс сөйлемдер. Ал теріс сөйлемдер мына жерде түсіндіріп отыр грамматикасын. Put not after the verb be to make negatives. Be етістіктің артына not деген сөзді қою арқылы жаңғы теріс сөйлемді құрастырамыз деген сөз. Екіншісінде you can also contract are not and is not like this. Біз жаңа be етістің артына are дегеннің артына not, is деген артына not қосу арқылы жаңа біз are not және is not деген сөзді осылай қысқартып жазуға болады. Мысал ретінде астындағы сөйлемге мұқият қараңыздар. You are a teacher болса, сен бір мұғалімсің. Ал сен бір мұғалім емессің деген мағынаны білдіру үшін қызыл белгімен сызылған not деген сөзді қосасыздар. Мұқият қарап алыңыздар. No емесе not. Not. You are not a teacher. Келесі, she is not a teacher. Ол бір мұғалім емес болған кезде she is not. Сонда не істедік? Be етістің артына not қою арқылы біз жаңағы оң сөйлемді теріс сөйлем қылып өзгертеміз. Келесі мысалдарға қараңыздар. Мысалы, I am Nicole, мен Николмын, ал мен Никол емеспін болғанда I am not Nicole. You are not a teacher. Сен бұл мұғалімсің болғанда you are a teacher. Емес болғанда you are not a teacher.
He is not a student. She is not a teacher. It is not a book. We are not students. You are not teachers. They are not books. Сонда не істедік? Мына жасыл белгіге мұқият қарап отырыңыздар. Жасыл мен сызылған сол жақтағылар am, are, is, are дегендер бұлар не? Бұлар б етістіктер. Ал бұл сөйлемді біз теріс сөйлем қылып өзгерту үшін б етістің артына тек қана not қоя салдық. Am not. Қалған сөздің реттері өзгермейді. I am not Nicole. You are not a teacher. He is not a student. She is not a teacher. It is not a book. We are not students. You are not teachers. They are not books. Ал келесі салыстырмалы түрде negative form дегеніміз жаңағы теріс сөйлемдер. Теріс сөйлемді біз алу белгімен білдіреміз. Бір сызықша белгімен білдіреміз теріс сөйлемдерді. Мысалы, мына таблицаға мұқият қарап отырыңыздар. Сол жақтағы full form, толық формасы, ал оң жақтағы contraction form, жаңағы қысқартылған формасы. Мысалы, сол жағынан бастайық, бірінші сөйлем. I am not Nicole'ды қысқартылып жазғанда am not Nicole. You are not a teacher'ды қысқартылғанда you aren't a teacher. Оқылуы да өзгереді. Are мен not'ны бірге қосқан кезде aren't болып өзгереді. You aren't a teacher. He is not a student. He isn't a student. Is not бірге оқылған кезде isn't болып өзгереді. Isn't. He isn't a student. Келесі, she is not a teacher. She isn't a teacher. It is not a book. It isn't a book. We are not students. We are not students. Келесі, we are not teachers. You aren't teachers. They are not books. They aren't books. Оң жақта қысқартылған форманы және бір оқып шығам, мұқият тыңдап қайталаңыздар. Am not Nicole. You aren't a teacher. He isn't a student. She isn't a teacher. It isn't a book. We are not students. You aren't teachers. They aren't books. Ал келесі біз үйренетініміз бұл сұрақ сөйлемдер. Questions. Ал сұрақ сөйлемдер бойынша in questions put am, is, are before I, you, he. Не деген сөз? Сұрақ сөйлемді қалай қоямыз? Жаңағы б етістіктерді бастаушының алдына жылжытқан кезде бізде сұрақ сөйлем пайда болады. Мысалы, are you a teacher? Are you a teacher? Сен бір мұғалімсің ба? Біз не істедік? Мысалы, сен бір мұғалімсің деген сөзді you are a teacher деп айтамыз. Бұл жерде тек қана б етістікті бастаушының алдына жылжыта салдық. Солай арқылы біз сұрақ сөйлемді құрастырдық. Ал you are a teacher деп айтуымызға болмайды. Кейбір оқушыларда кездескен, менде жай ғана тонын өзгерте салады да, оны ойлап қалады, ол сұрақ сөйлем деп. Әмәлиятында олай емес, сұрақ сөйлемде сөздің реті кәдімгідей өзгереді. Б етістікті бастаушының алдына жылжытамыз. Мысал ретінде am I Nicole? Are you a teacher? Is he a student? Is she a teacher? Is it a book? Are we students? Are you teachers? Are they books? Не істедік? Тек қана б етістікті бастаушының алдына өзгерттік. Қалғанын сөз сол бойынша қалды. Ал келесіна таблицаға қараңыздар. Мен сіздерге салыстырып көргізу үшін осындай таблица жасадым. Бұл таблицаның сол жағындағы жаңағы оң сөйлемдер. Ең басында бастағанымыз. Ал оң жағындағы жаңағы сұрақ сөйлемдер. Оң сөйлем мен сұрақ сөйлемнің тек қана бір айырмашылығы бар. Ол жаңағы бастауыш пен б етістіктің сөз ретін ғана ауыстырдық. Мысалы, біріншісі I am Nicole. Және естеріңізге сақтаңыздар, біз оң сөйлемді айтқан кезде, біздің жалпы сөйлем айтқан кезде біздің тонымыз төмен қарай түсу керек. I am Nicole.
төмен қарай түсу керек. Ал сұрақ болған кезде біздің тонымыз жоғары көтерілу керек. Am I Nicole? Жаңғы соңғы сөзіміз кішкене жоғары айтылады. Am I Nicole? Келесі. You are a teacher. Are you a teacher? Келесі. He is a student. Is he a student? Келесі. She is a teacher. Is she a teacher? It is a book. Is it a book? We are students. Are we students? You are teachers. Are you teachers? They are books. Are they books? Естеріңізге мықты сақтаңыздар. Жаңағы сұрақ болған кезде ең соңғы сөзді біз кішкене көтеріңкі жоғары оқимыз. Ал біздегі келесі бөлігі positive short answers and negative short answers. Бұл сөздің мағынасы оң қысқа жауап болмаса теріс қысқа жауап. Мысал ретінде мына таблицаға қараңыздар. Сол жақтағы сұрақ сөйлемдер, оң жақтағы осы сөйлемдерге оң жауап қалай болады? Оң жауапты біз көп жағдайда ағылшын тілінде дұрыс белгімен белгілейміз. Мысалы, сол жақтағы сұраққа бірінші қарайсыздар, содан кейін жауабына қарайсыздар. Мысалы, бірінші сөйлем. Am I Nicole? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, you are. Is he a student? Yes, he is. Is she a teacher? Yes, she is. Is it a book? Yes, it is. Are we students? Yes, we are. Are you teachers? Yes, you are. Are they books? Yes, they are. Сонда нені байқап отырсыздар? Жалпы бізде оң сөйлемде бәрі yes пен басталады. Yes деген сөз ағылшын тілінде yeah деген мағынаны білдіреді. Және мұқият қарап отырыңыздар, сөйлемдерге yes, yeah деген сөзден кейін бізде үтір болады. Содан соң бізде I am, you are. Бәрін кішкене әріппен жазамыз. Тек қана айдан басқасы, айды алдында айтып кеттік, ол әрқашанда мен деген мағынаны білдірген кезде үлкен әріппен жазылады. Содан ең соңына бір точка қоясыздар. Ал келесі біздегі теріс қысқа жауаптар. Оны біз ағылшын тілінде көп жағдайда қате белгімен белгілейміз. Бірінші және сұрақтан бастаймыз. Am I Nicole? No, am not. Are you a teacher? No, you aren't. Is he a student? No, he isn't. Is she a teacher? No, she isn't. Is it a book? No, it isn't. Are we students? No, we aren't. Are you teachers? No, you aren't. Are they books? No, they aren't. Сонда теріс сөйлемдерде біз no-дан бастаймыз. Бастаған кезде no, содан кейін үтір. No дегенде жаңағы n деген үлкен әріппен жазамыз, сосын үтір, сосын I am not, болмаса you aren't, содан кейін сөзді точкамен аяқтаймыз. Сондықтан міндетті түрде жаттап біліп алыңыздар. Көп жағдайда оқушылар және жиі қателесетін жаңағы no, not мен жиі қателесіп жатады. No деген көп жағдайда сөздің басына келеді, ол жоқ, е. Ал not деген сөз көп жағдайда емес. Жоқ, мен емеспін, сен емессің, ол емес деген жағдайда ол көбінде боетістікмен бірге жүреді. Ал no көп жағдайда жеке қолдануға болады, жеке өзіне. Мұқият айырмашылығын біліп алыңыздар. Ал келесі бізде грамматиканың түсіндірмесі. Don't use contractions in positive short answers. Не деген сөз? Біз жаңағы оң қысқа жауап болған кезде біз қысқартып жазбаймыз. Мысалы, Are you a teacher? деп сұраған кезде Yes, I am деп толық жазасыздар. Бұл кезде мысалы Yes, I am деп оң жақтағы ақпен жазылғандай олай қысқартуға болмайды. Бұл ағылшын тілінің ережесі. Жаттап алыңыздар.
Ал бізде ең соңғы бөлігіне келдік. Ең соңғы бөлігі бізде жаттығулар. Жаңағы басынан бастаған мазмұндарды бір рет қайталап шығасыздар, содан кейін жаттығуды орындайсыздар. Егер де бір рет айтқаннан түсінікті болса, онда жаттығуды бастап жаза берсеңіздер болады. Ал егер де және де түсінбей қалған жерлеріңіз болса, міндетті түрде басынан қайта бір көріп шығыңыздар. Ал жаттығуды мен түсіндіре кетейін. Жаттығудың біріншісі бізде complete with am, is, are. Бұл жерде 10 сөз бар. Бұл 10 сөзді am, is, are, яғни б етістікпен толтырасыздар. Мысал ретінде біріншісі мен айта кетейін. It is a book. Мысал ретінде, ал келесінде қайсысын қоясыздар, өздеріңіздер жаңағы жазасыздар. Ал келесі бізде write the sentences with contractions. Бұл жерде 5 сөйлем бар. Бұл 5 сөйлем бұл жерде толық нұсқасы. Бұл 5 толық сөйлемді сіздер қысқартып жазасыздар. Қалай қысқартуға болады? Мысалы, жаңа жоғары жақта айтып кеттік. Ал келесі write the sentences with a subject pronoun. Төмен жақтағында 5 сөзді жаңағы етістікпен, төмен жақтағы 5 сөзді жаңағы есімдікпен бастап жазасыздар. Мысал ретінде біріншісінде Nicole is a teacher. Никол бір мұғалім. Бұл жерде Никол деген қыз бала болғандықтан оның орнына she'ді қоямыз. Сонда біздің сөйлем she is a teacher болу керек. Сол сияқты төмен жақтағы 2-ден 5-ге дейін жазып шығасыздар. Келесі write the sentences in the negative. Төмен жақтағы 5 сөйлемді жаңағы теріс сөйлемге өзгертесіз. Негізі бәрі оң сөйлем, бұл оң сөйлемдердің бәрін теріс сөйлем қылып, қайтадан жаңа сөйлем жазып шығасыздар. Ал келесі put the words in the correct order to make questions. Төмен жақта 5 бұл сөйлем емес, бұның реті бәрі ауысып кеткен. Негізі бәрі сұрақ болу керек, негізі бәрі сұрақ сөйлемдер болу керек. Осы жеке-жеке әрбір сөздердің өзінің ретіне келтіріп шығасыздар. Ретіне келтіргеннен кейін бұның бәрі сұрақ сөйлем болу керек. Ал соңғысы бізде write short answers, use contractions if possible. Бұл жерде 5 сөйлем тұр. Мысалы біріншісі is she a teacher? Оң жағында мен жазып тұрмын. Positive short answer. Осы сөйлемге қысқаша оң жауап бересіздер. Мысал ретінде біріншісі yes, she is болу керек. Ал екіншісінде сөйлемнен кейін қызылмен жазып қойдым. Negative short answers. Бұл жерде сіздер жаңағы теріс қысқа жауаппен жауап бересіздер. Ал үшіншісі жаңа positive, төртіншісі negative, бесіншісі negative. Түсінесіздер деп ойлаймын. Осы барлық сұрақтарға жаңағы қысқаша жауап бересіздер. Не оң жауап бересіздер, не теріс жауап бересіздер. Мен бәрін жазып қойдым, сол бойынша жазсаңыздар болды. Ал жақсы, грамматика бойынша мазмұндар осылар. Ал мен жаңағы ең соңында сіздерге тапсырған жаттығулардың жауабын мен келесі видеоға салатын боламын. Міндет түрде қатарынан бірге көріңіздер. Өткізіп алмаңыздар. Егер де жауаптарын бәрін қарап болған соң, сіздерде көп қателік болған болса, онда міндет түрде осы грамматиканы түсіндірген видеоны және басынан көп қайталап отырыңыздар. Жиі-жиі қайталаңыздар. Сонда ғана грамматиканың мазмұндары естеріңізде қалады. Грамматика деген тілдің ішіндегі өте маңызды. Грамматика арқылы сіз сөзбен сөзді қосып, өзіңіз сөз құрастыратын боласыз. Сондықтан грамматика дұрыс болмаса, ел сізді дұрыс түсінбей қалады. Сондықтан тіл үйренудің екінші жаңағы өте маңыздысы осы грамматика. Жақсы, онда үй тапсырманы мына жаттығуларды міндет түрде орындап шығыңыздар. Егер де жаңағы видеоны қайталағанның өзінде және сұрақтарыңыз болып жатса, онда осы сабақтан кейінгі мына YouTube-та комментарийда сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Және егерде осы сабақтан ғана бастап тыңдап жатқан оқушылар болса, міндет түрде алдыңғы өтіп кеткен сабақтарды тыңдауларыңызды сұраймын. Сонда ғана сабаққа жақсы үлгересіздер. Ал алдыңғы сабақтардағы мазмұнды менің YouTube каналыма кіріп тіркеліп, YouTube каналымдағы плейлистіні бассаңыздар, алдыңғы сабақтардың мазмұндары бар. Сол жерден қалып қойған сабақтарыңызды міндет түрде қарап шығыңыздар. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.